сәлеметсіздер ме? Әңгіме жинағы каналына қош келдіңіздер. Каналымызға жазылып, қолдау білдіре отырыңыздар. Әлгі жігіттің есімі Мақсат. Мен ол жігіттің бетін қайтарып, олай болмайтынын айтып, үйіме қайттым. Келген соң, ұнамағанын айтып едім. Әкем, қап, өте жақсы бала еді. Бекер қылдың деп ренжіді. Бір қалыпты өмірім өтіп жатты. Ешқайда шықпаймын. Тек ішіп-жеп ұйықтаймын. Бір күні үйге екі әйел келді. Мені көріп, айналып толғанып сүйіп жатыр. Анам құрақ ұшып, шай тамақ дайындап жүр. Сөйтсем, өткендегі мақтаған әкеме ұнаған Мақсаттың анасы мен жеңгесі екен. Маған құда түсіп келіпті. Балам, осы қыздан басқасын алмаймын деп келгендеріне ашуым келді. Өзі қарадан келген 60-тағы әйел. Әкем болса қуанып, балалар бір-бірін тағы бір көрсін. Ұнатып жатса, қолдан ұзатып беремін. Алғашқы қуанышым деп қояды. Маған бар ақылын айтқан анам тағы да кездесуге күшпен шығарды. Қолында гүлі бар, жымиып, мені күтіп тұр екен. Бұл жолы да қалай бар, солай айттым. Ол болса ештеңе етпейді. Мен ұмыттырамын. Мен сені сүйемін. Көресің, бәрі жақсы болады деп, менің көңілімді табуға тырысып жүр. Сәлден соң қоштасып үйге келдім. Тағы да ұнамайды деп айта бергенім сол еді. Әке-шешем бізге ұнады. Болды, осы жігітке тұрмысқа шығасың, деп шегелеп айтты. Тәтті шай жасап, ұзату тойды құдалықты белгілеп, екі жақ келісті. Ішім алай-дүлей, қатты қиналдым. Мақсатпен телефон арқылы сөйлесіп тұрдық. Жиі хабарласатын. Әр звондағанда жақсы көрмейтінімді айтатынмын. Ол жай ғана күліп, бәрібір де бас тартпады. Той жақындаған сайын анама жыладым. Мені бақытсыз қылмаңдаршы, деп жыласам да бекер болды. Менен құтылғанша асыққан анам. Танитындардан сұрастырдық. Өте жақсы жер, бақытты боласың, деп қояды. Құдды сол кісілердің жеңгелері секілді. Ал мен әдеттегідей көз жасыма ерік беріп, әрбір түнімді жылаумен өткізіп жүрдім. Той мені ұзатқалы жатыр. Сол күні әлемдегі ең көңілсіз қалыңдық мен шығармын. Әкем дүркіретіп ұзату тойымды жасап шығарып салды. Ешқандай жылау, қимастық деген болмады. Мақсат ауылында тұрады. Үйлері өте кішкентай. 3 бөлмелі ремянка екен. Өзінен бөлек 5 қарындасы бар. Бір қызығы, дүние дөңгелек деген рас екен. Көліктен түсіп, басыма үлкендер ақжаулық жауып жатты. Отқа май тамызып, үйге кірдім. Кірсем, баяғы төбелескен Дана, менің туған қайынсіңлім болып шыға келді. Аларып, ызаланып маған қарап тұр, бірақ ештеңе демеді. Ұзатып келген жеңгелерімді күтіп жатты. Мен айналама қарап аң-таңмын. Мақсаттың үйі өте лас. Және мынадай кішкентай үйде қалай тұрамын? Мен хан сарайдай үлкен үйде еш тарлық көрмей өстім ғой. Ішім өртеніп жатты. Келесі күні беташар болып, неке қиылды. Үйілген ыдыспен матча сасыған үйде өзім ғана қалдым. Енем түттігіп кеткен. Маған жек көретін адамдай ызаланып қарайды. Түсіндім. Дана бәрін айтқан екен. Ал Мақсат өміріне риза. Сені бақытты қыламын, қайта-қайта айтып қояды. Енем беташардан соң бізге не төсек салып бермеді, не жылық қабақ танытпады.
Мен бәк болып сол босағаны аттадым. Мақсат мектепте тарихтан мұғалім. Ата-енем зейнеттегі кісілер, ал қыздардың бірі ажырасқан, қалғандары тұрмыс құрмаған. Осылай уақыт өтіп жатты. Мені енем жек көретіні қатты білініп тұратын. Ұлын жиі қызғанып, болатынға да, болмасқа да ұрыс шығаратын болды. Мақсат ешқайсымызды жақтамайтын. Алланың құдіреті бара салып құрсақ көтердім. Оған қуанған ешкім жоқ. Оны білгенде өзімде өкіріп жыладым. Маған бала керек пе еді? Бірнеше ай тұрып ажырасып кету менің арманым еді. Онсыз да ол үйде бір күн аш, бір күн тоқ жүретінмін. Енем ешқашан дүние жинамаған екен. Енем қолына түскен ақшаға қыздарымен киініп, қыдырғандарына мәз болып жүре береді екен. Ал атам өмір бойы ішкіш болған. Қартайып, денсаулығы жарамаған соң арағын қойған. Ол кісінің түк абыройы жоқ. Өйткені енем 40 жылдан бері асырап өзі баққан. Енем Мақсатты қасыма жатқызбайтын. Сорлы байым шешесінің айтқанына шықпайтын. Мамасының баласы болды. Әке-шешеме бұл жайлы жағы ашпадым. Олардың жақтап мені қарғайтыны екталай. Қылышын сүйретіп қыс келді. Енем қабағын шытып, көмір жоқ. Сен ана үйге жат. Енді салынып жатқан пеші жоқ үй. Қайдан көрдің? Ата енесімен бір бөлмеде жатқан келінді, деп сөйлей жөнелді. Қалай жатамын? Ол жақ суық, жүктімін. Ауырып қаламын деп едім. Енем ашулана. Ит пен құстан тапқан балаңды маған айтпа. Сен қаншық. 2 қабат болып, менің баламды дуалап, есік көріп келген әйелсің. Шүлдірлеген сарт темесі бар ма? Ондайды алғаш естіген мен не істерімді білмей, тұрған жерімде қатып тұрмын. Мақсат, мына шешең не айтып тұр? Бұл сенің балаң ғой. Арым таза болып келдім. Алла куә, деп көзім жасарап, одан пана күттім. Мені жақтаса екен дедім. Бірақ ол олай жасамады. Қазір қызықты тігіп те береді екен. Солай жасаған шығарсың, дейді. Оның мына сөзіне қатты ызаланып, жата қалып, еңіреп жыладым. Келесі күні анама звондап, енем ұрысты, деп шет жағасын айтсам, ештеңе етпейді. Мен де талай қорлық көріп, енді өз алдымызға отан болып отырмыз. Маған 2-ші рет үй ішіңді жамандаушы болма, деп телефонды қоя салды. Құтты мен жетім бала сияқтымын. Не күйеуімнен, не анамнан жылулық таппай, қанаты қайырлаған панасыз құс секілдімін. Түнімен үсіп, пеші жоқ қараңғы батпақты үйде жалғыз өзім жылап жатырмын. Күйеуім болса, шешесінің қасында жылы жерде қор етіп, еш уайымсыз ұйықтап жатыр. Кейде шешесін ұйықтатып қасыма келеді. Жақсы көріп тұрған мен жоқ. Өзіне суық екенімді біледі де қайта кетеді. Бір күні бүйрегім ауырып, түркініме бардым. Емханаға барып ем алдым, бірақ ешқандай әсері болмай. Әкем, Ташкентке барып емделіп көрсеңші, ақшаны мен беремін деді. Ол жақтағы дәрігер бүйрегін қатты суықтан іріңдеп кеткенін, содан аяқ қолымның ісіп кеткенін айтты. 15 күн жатып емделдім. Мақсат 1-2 рет хабарласқаны болмаса, не ақшалай, не дәрі-дәрмек алып көмектескен жоқ. Шешем мына түрімді көріп, қателестік-ау, өз қолымызбен қызды бақытсыз қылдық, деп енді өкінгендей болды. Бірақ өз намысын ойлаған әкем, ешқашан ажырасуды ойлама.
жүзімді қара қылма, мені абыройсыз етпе деп шегелеп айтты да мені сол тозаққа өзі әкеліп тастады. Үй іші әбден іріп-шіріп кетіпті. Кіргеннен мачаның, зәрдің иісі жүрегіңді айнытады. Енемнің бір жаман әдеті бар, сап-сау болса да үйге тазик алып кіріп түнде тазикке сиетін. Жаз айында есіктің алдына отыра салатын. Сондай салаға еледі. Не ел-жұртқа абырой жоқ, үйіне кісі кірмейтін, адам жақтыртпайтын қырсық біреу еді. Үйтіп-бүйтіп қысты да бітірдік. Бірақ күн әлі де ызғар, көктем ерте келді. Менен қан кете бастады. Ішім бірі ауырып барады. Шыдамай енеме келіп айттым. Ол 40 жыл медбике болып жұмыс істеген адам. Бірдеңе білетін шығар деген ой ғой. Сөйтсем, енем жарықтық, ештеңе етпейді. Екіқабат кезде сондай болады. Месячный ғой, деп қоя салды. Балалығым шығар. Енемнің сөзіне сендім. Түн ортасы болды. Қан әлі кетіп жатыр. Ішім болса бір ауырып, бір қояды. Солай таңда әзер атырдым. Енеме қайта айтып едім. Айттым ғой, сен қатынға айтылғақ шығар, деп ұрсып тастады. Шыдамай анама хабарластым. Басың жасай ма? Екіқабат кезде қан кетуші ме еді? Сенде толғақ. Тездетіп емханаға бар. Мен де қазір жолға шығамын деді. Мақсатты оятып перзентханаға бардым. Енем баласын жібергісі келмей, сандалып, босқа қайтып келесіңдер деп қояды. Перзентханаға барсам, өзіме айғайлап жатыр. Сонша уақыт шыдап жүре бергенің не? Сен бүгін туасың, деп мені одан сайын жылатты. Жылаған күйі родзалға алып барды. Қатты қиналып, салмағы не бәрібір 1,5 келі ұл бала босандым. Маған түрінде көрсетпей реанимацияға алып кетті. Бала менингитпен туылған. Басына көп мөлшерде қан кеткен деп айтқанда тек жылай бердім. Өмірге келмей жатып бар азапты көретін сәбиімнің жағдайы менің жүрегіме қатты батты. Басыма келген бар қиындықтарды әке-шешем мен енемнен көрдім. Бәрін қарғап, мына жалғанды жек көріп кеттім. Өлгім келді. Балам үшін шыдадым. Жылай бергеннен көкірегім тас болып қатты. Оған қарауға шамам болмады. Реанимацияға бір күннен соң барып, көзіммен ұлымды іздедім. Денесінде толған аппараттар. Көзі ашылмаған сәби ұйықтап жатты. Дәрігермен сөйлесіп едім. Мен ештеңе айта алмаймын. Сабыр қылыңыз. Үмітсіз шайтан, деп шығарып салды. Палатаға келсем, 4 келіншек, 4 баласын еміреніп, емізіп отыр. Менің ұлым өлім мен өмір арасында қиналып жатыр. Аллам-ай, маған осындай бақытты көп көрдің бе? Деп тек еңірей жылай бердім. Мұны байқаған дәрігерлер жалғыз өзімді басқа палатаға жатқызып кетті. Солай нағыз тозақ басталды. Артымнан не енем, не мақсат іздеп келмеді. Арада 1 ай уақыт өтті. Тек ата-анам демеу болып жүрді. Өз кінәларының өтеуі болар. 1 ай уақыт өтсе де, баламда еш өзгеріс болмай, мен де үмітімді үзе бастадым. Жылауды да қойдым. Есі ауған адамша теңселіп жүремін де қоямын. Бұлай жүргеніме шыдамаған болу керек. Дәрігер шақырып алып, әбден намысымды қайрап сөйледі. Есіңді жи, балаға сен керексің. Саған бала керек пе? Жан-жағында кінәлағанды қой, деп біраз ұрысты. Сол күні жұма, 7 нанымды алып, садақамды алып, мешітке бардым. Имамға ұлымның аты жөнін айтып, дұға жасауын және жамағаттан да дұғаларына қосуын өтіндім. Мүмкін 100 немесе 1000 адамның дұғасы қабыл болмас.
бірақ бір пенденің менің ұлыма жасаған дұғасы қабыл болып, балам жазылып кетер деген үмітім бар. Алланың қалауымен Раббымның ұлықтығында шек жоқ екенін келесі күні баламды реанимациядан шығарып қасыма берді. Сол күні әлемде менен асқан бақытты жан жоқ. Қуаныштан көз жасым тыйылар емес.